Жалпы Құран бағыштау ол қалай жүзеге асырылады? Біз білеміз, Фатиха сүресі ол не Құранның анасы, уммул китаб, кітаптың анасы деп келеді осы Фатиха сүресі туралы. Және де ең бірінші кезекте Фатиха сүресімен одан кейін барып үш ықылас оқылады. Үш ықылас оқылуының себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір хадис келеді. Ықылас сүресінің жалпы дәрежесі, ықылас сүресі Құранның үштен біріне тең деген екен, қараңыз. Құранның үштен біріне тең. Сол себептен де біздің ата-бабаларымыз бұрыннан бері бір Фатиханы оқып, одан кейін үш ықыласты оқитын болған. Бірақ та бұл тек қана осы сүрелермен шектеліп қалу деген нәрсе жоқ. Құранның ішіндегі біз кез келген сүрелерді оқи аламыз. Осыны түсініп алған жөн. Құранның ішіндегі кез келген сүрені оқи аламыз. Ол тек қана міндетті түрде Фатихадан басталу керек, болмаса бірінші ықыласты оқылу керек деген секілді қатып қалған нәрсе жоқ. Бәлки Құранның ішіндегі кез келген сүрені оқи аламыз. Енді Құраннан кейін жасалатын дұға. Көп адамдарда бұл жерде енді қателік демеймін, бірақ та білмей жатады. Қалай бағыштаймын? Жақсы. Енді мысал келтірейік. Біз Фатиханы оқыдық, үш ықыласты оқыдық. Одан кейін барып біз барлығымыз білетін Саффат сүресінің соңғы үш аяты. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин вальхамдулиллахи раббил аламин дегеннен кейін біз не қылуымыз керек? Дұға жасауымыз керек қой. Бағыштауымыз керек осы Құранда. Ол қандай сөздермен бағышталады дейтінге келетін болсақ. Ең біріншісі Алла тағалаға мадақ айтылу керек. Альхамдулиллахи раббил аламин. Одан кейін барып пайғамбарға салауат айтылу керек. Керек деген кезде енді бұл жерде міндет деген емес, бірақ та оны айтатын болса жақсырақ болады. Қараңыздар. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Одан кейін барып қазақша дұға қыла берсек болады. Құдіреті күшті Алла тағала менің осы оқылған Құранның сауабын аттарын атайсыздар, осындай ұлы, осындайға бағыштадым. Раббым, мархумдардың жатқан жерлерін жайлы, топырақтарын торқа, жандарын жәннеттен қыла көр. Олардың біліп те білмейді, жасырында жариялы жасаған қателіктерін кешіре көр. Қияметтің күнінде амал дәптерін оң жағынан беріп, оның сұрақтарын жеңілдете көр. Қияметтің күнінде өзіңнің рахмыңды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шапағатын нәсіп ете көр деп, өзіңіз білетін жақсы дұғалардан айтасыздар да, және де соңын Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар деген дұғамен бітіресіздер. Бұл жалпы оның барлығын айту шарт деген нәрсе жоқ. Сіз былайынша Құранды оқып, одан кейін осындай кісіге бағыштадым, олардың күнәларын кешіре көр деп бет сипай берсеңіз, онда тұрған ешқандай проблема жоқ. Бірақ та біз үлкендеріміз үйретіп келе жатқаны бойынша соңында Раббана атина фид дуния хасана дұғасымен бітіру жақсырақ дейді. Неге? Өйткені осы дұғаға байланысты Құранда келген үлкен дұғалардың бірі. Өйткені бұл дұға сіздің ақыретіңіз бен осы дүниеңізді қамтып тұр, қараңыздар. Ақыретіңіз бен осы дүниені қамтып тұр. Раббым, менің ақыретімді жақсы қыла көр, және де менің осы дүниемді жақсы қыла көр, және де мені тозақ отынан сақтай көр деп, осы Құранның ішіндегі керемет дұғалардың бірі. Құран жалпы осылай бағышталады, осылай бағыштай берсек болады.